Так, бізде в общем қысқа ғана ролик гидрокомпенсаторды қалай регулировка жасаймыз. Бұны да как обычно меткісіне әкеліп алатын боламыз. Так, басамыз, клапанның арасы ашылды, жібереміз, қайтадан орнына келді. Так, бұл клапан қысып тұрған жоқ. Келесі. Так, басамыз. Так, басылды, жібереміз. Так, бұл клапан да қысып тұрған жоқ бізде. Так, келесі. Басамыз. Ашылды, жібереміз, кетті. Так, келесі. Басамыз, ашылды, жібереміз, кетті. Так, в общем, бізде клапан регулировка ден болған жоқ. Так, әрі қарай мына газопроводты, мотордың газопроводын бері қарай шығарып алатын боламыз. И сөйтіп обрыв цепи, әлде болмаса короткое замыкание на массу осындай дефекттерді іздейтін боламыз. Біз проводты шешіп алдық. Келесі көретін боламыз. Біздер бәрін по частям бір-бірлеп қазір форсунканың тоқтарын түгелімен ақтарып қарап шығатын боламыз. И сосын газдың да тоқтарын бәрін подключениесіне бір-бір көз салып назар аударып өтетін боламыз. Бізде қалғаны әрі қарай. В общем, мәселе бізде былай, бірінші және төртінші цилиндрлер қазір дұрыс істемей жатыр. 2 мен 3-ті суырғанда да ондай қатты бір особо бір влиять етпейді, но то, что аздап кішкене білдіртеді. Но то, что 1 мен 4-ті суырған кезде реакция жоқ. Так, біз сол үшін полный газопроводты шаштық, клапан регулировкасын бір қарадық. Так, одан да болған жоқ. Ендігі мәселе бізде. Так, бензиновый форсунканы шешіп алдық. Қазір так бізде кешегі алдымызда газельден шыққан 2 форсунка бар еді. Бұл екеуінде біз тазалатып оған зат еткенбіз, алдыртқанбыз. Так. В общем, мәселе так, осы 2 форсунканы мына бірінші және төртінші және бірінші цилиндрлердің форсункаларын ауыстыратын боламыз. Мына осы екеуін шешіп алып, так, мына екеуін салып көретін боламыз. Так, кеттік әрі қарай. Форсункалар ауысты. Так, форсунканың жағдайы мынау. Так, в общем, осындай. Так, қазір көретін боламыз енді. Бір найс параметрін бір қарап жүреміз. Так, 4 форсунка орында. Так, шланг бәрі келді. Так, кеттік әрі қарай. Так, в общем, әңгіме форсункаден емес. Так, в общем, қалай перевойлап тұр, дәл солай перевойлап тұр. Ендігі так, келесі мәселе компьютерді ашып алатын боламыз. Так. Газдың проводтарын бензиннің форсункасына жалғанған газдың тоқтарын өзара перемычкамен жалғап, сөйтіп газдың компьютерін айырып тастап, газды общий питаниеден айырып, так, енді бір қыздырып көретін боламыз. Так, кіріп тұрған радиомды шешіп алып, спиртпен жудық. Так, әрі қарай көретін боламыз. Так, в общем, 4-ші свитчаның жағдайы мынандай. Так, қазір енді осы именно 1 мен 4-ке басқа 2 свитч әкеліп салып көретін боламыз. Сіз өз арзан свитч аласыз. Бірақ сол арзан свитчаның ішінен оригиналын тапқыңыз келеді. Так, в общем, мына жерде көріп тұрғаныңыздай LR15ES деп тұр. Ал так, оригинал бір есікте дәл осылай LR17ES деп тұрады. Осы сандарға мән бере кетіңіз. Бәрібір арзан свитч алып тұрсыз ғой. Так, перебой кетті бізде. Так, енді бәрін орнына жинап тастайтын боламыз.
Мәселе осылай, Соқыр Николай де. Так, біз, в общем, газопроводты жинап уже болдық. Так, газдың подключениесі, бәрі по порядку. Былай. Датчик фаза. Түгел. Ішіндегі қажалған проводтың бәрін ауыстырып, изолентімен қайттан орап, ішін бір орап изолентімен, и сосын сыртын тағы да бір орап, чтобы проводтың сыртында защита қаншалықты көп болған сайын, ол уже проводтың тез тозбауын алып келеді. Ал егер де сіз дұрыс жалғамай, мына сыртын қалың қылсаңыз, ол ұзақ өртенуіне алып келеді. Тоқ жағында сақ болыңыздар. Так, қазір енді мына последний қалып тұрған лямбда зон. Осыны орап тастаймыз. Сонымен ала берсе, бір қыздырып, дауысын тыңдайтын боламыз.